Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, өте оңай, дәмді, жұмсақ, шаймен бірге күшті кететін керемет пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогты бүкілі ойнап жүріп пісіре салады. Өте оңай пирогтардың бірі. Және де достар, видеомды көрмес бұрын міндетті түрде тіркеліп, каналымды қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, сондықтан тіркеліп алыңыздар. Міне біздерге қажетті қоспалар мен және де төменге жазып қалдырып кетемін, сол жерден көре аласыздар. Енді біздер жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Мен бұл пирогты отбасыма жиі пісіріп беремін. 5 шайға өте дәмді, жұмсақ, тіске басар пирогтардың бірі. Керемет пирог. Еш қиындығы жоқ. Сіздер де бұны пісіре аласыздар. Және де менімен бірге пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамызды шағып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп жатырмыз. Енді осы жерде аппақ көбік болғанша жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қалған қоспаларымыздың бүкілін саламыз. Айранымызды, сұйық майымызды, ұнымызды, мани кашамызды, мани каша деп бұны жаңа манник дейді ғой, соны салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз әдемі көтеріліп пісетін болады. Міне енді біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осындай қоймалжың масса болып шығу керек. Енді пісіретін формамыздың ішіне міндетті түрде май жағып аламыз. Осындай сармайды бүкіл жеріне тигізіп жағып шығамыз. Менде диаметрі 22-лік, ал сіздердікі қалаған формаңызға салып пісіре берсеңіздер болады. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, 40 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте керемет болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып, әдемі болып көтерілген, және де керемет ойымдағыдай болып шықты. Және де толығымен мұздатып қоямыз. Толығымен мұздағаннан кейін барып формасын ажыратамыз. Еш жаңағыдай пышақтың жан-жағын қырмай-ақ өзі оңай ғана алынады. Енді қазір мен сіздерге арасын кесіп көрсетемін. Керемет болып шықты. Және де сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Отбасыңызға, балаларыңызға пісіріп берсеңіздер, өте тойымды пирогтардың бірі. Енді қалауыңызша сәндеп жей берсеңіздер болады. Мен үстіне қант ұнтағын сеуіп, енді 5 шайға жей берсек те болады. Менің видеомды қолдап, соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.